Сәлем достар, осы видеоға қош келдіңіздер. Осы видеода жалпы Австралияға қалай келу керек, визаны қалай алу керек жайында қысқаша айтатын боламын. Сондықтан егер сіз Австралияға келуді қызығып жүрген болсаңыз, зерттеп жүрген болсаңыз, осы видеоны соңына дейін қараңыз. Жалпы өзімді қысқаша таныстыра кетейін. Менің есімім Дінмұхаммед болады. Мен Австралия мемлекетіне келгеніме осымен 3-ші жыл болып барады. Осы уақыт аралығында неше түрлі жұмыстар жасап көрдім. Енді қандай жұмыстар қалай жасаған жайында көптеген видеолар, блогтар түсірген болатын. Төмен қарай менің видеоларымды қарайтын болсаңыздар, сол жайында ақпараттар бар. Сондықтан сіздердің уақыттарыңызды алмау үшін бүгін негізгі тақырыптар жайында ғана айтатын боламын. Яғни бүгінгі тақырып Австралияға жалпы қалай келеміз, және визаны қалай аламыз, визаны қалай тапсырамыз деген жайында айтамын. Бұны қалай мен біледі десеңіздер, мен жалпы Австралияға келгеннен кейін осы Сидней қаласында орналасқан халықаралық қызмет көрсететін виза агентствода жұмыс жасаған болатынмын. Ол жерде біздің агентство 7 мемлекетке жұмыс жасайтын, оның ішінде Қазақстан мемлекетін жауаптанып, мен виза тапсыратын адам болғанмын. Сол кезде неше түрлі адамдарға виза тапсырдым. Және біздің қазір осы Австралияда оқитын студенттеріміз бар, және турист визамен келген адамдарымыз бар. Сол адамдар арқылы тәжірибе жинап, қазір мінекей осы видеоны жасап жатырмын. Сол тәжірибем арқылы мен жақында 10 адамға виза тапсырған болатын Австралия мемлекетіне. Соның бүгін бір клиентіміздің нәтижесі келді. Өте жақсы нәтиже келді. Яғни виза берілді ол адамға. Соны көріп қуанып, сіздермен бөлісіп жатқан жайым осы. Яғни қарайтын болсақ, бұл Австралияның үкіметінен келген электронный визасы. Бұл жерде ең жоғары бас жағына қарайтын болсақ, Австралияның government, яғни Австралияның үкіметінен келген арнайы хат. Мына жерде сіздің аты жөніңіз жазылады. Мына жерде қандай виза, яғни subclass 600 берілген уақыты жазылып тұр. Так, виза статусы, яғни турист виза болғандықтан визитор, турист визаның аталуы бұл жерде subclass 600 деген нөмірмен аталады. Енді басқа визадар тура осылай subclass және де артқы сандары өзгеріп отырады. Ал қасына қарайтын болсақ, бұл жерде грант деген жазып отыр. Және де астына қарайтын болсақ, visa condition, яғни бұл визаның ерекшеліктері. Енді біздің ең көп қолданатын мынау турист визаның ерекшеліктерін айта кетейін. Бірінші, бұл no work, яғни сіз заңды түрде жұмыс жасай алмайсыз. Екінші, maximum 3 months study, яғни сіз осы виза арқылы 3 айға дейін қандай бір оқу орындарыңызға оқуға болады. Мысалға тіл курс болсын, колледж болсын, 3 айға дейін оқу барып болатын болса, сіз осы виза арқылы оқи аласыз. Ал төмен қарай түсіретін болсақ, мына жерде грант болған уақыты, яғни 2026 жылы осы айдың 16 күні визаның жауабы келген. Және төмен жағында визаның аяқталу күні 2027 жылы тура осы уақытта, яғни аяқталады. Сонда Австралияның турист визасы сізге 1 жылмен беріледі деген сөз. Дегенмен астына қарай кіретін болсақ, бұл жерде 3 months, яғни 1 жылмен Австралия виза берілсе де, сіз Австралияның ішіне жүре алатын праваңыз 3 айға дейін 3 ай болып, границадан шығып, қайта кіру арқылы 1 жыл бойы жүруіңізге болады. Австралияның ішіне кіріп, яғни 1 жыл бойы жүре алмайсыз деген сөз. Электронный виза осылай болады. Енді біз осы визаны қалай ала аламыз? Яғни айта кеткендей, Австралияның визасы бұл электронный түрде, яғни онлайн түрде жүзеге асады. Сіз өзіңіз Австралия үкіметіне онлайн арқылы өтінішіңізді беруіңізге болады. Ол қалай десеңіз, мына жерде онлайн имя Go Австралия деген сайт бар. Осы сайт арқылы мына жерге юзернейм паспортыңызды енгізіп, өз құжаттарыңызды елшілікке жіберуіңізге болады. Мына жерде create email аккаунт деген бар. Осы жерге жаңадан ашып жатқан болсаңыз, осы жерге жаңадан аккаунтыңызды ашасыз да, юзернейм паспортыңызды енгізіп, Австралия үкіметіне құжаттарыңызды жіберуге болады. Немесе екінші вариант, ол виза агентстволар арқылы визаңызды жіберу. Олардың жұмысы қалай десеңіз, тура осы сайтқа кіріп, сіздің алдыңыздан сіздің құжаттарыңызды реттеп, елшілікке жіберіп береді. Енді жеке өзіңіз тапсырған, немесе виза агентствомен тапсырған, немесе басқа бір жеке тұлғамен тапсырған, бұлардың артықшылығы, айырмашылығы қандай? Енді өзіңіз тапсыратын болсаңыз, мына жерде жаңағыдай көрсетілгендей, жаңадан аккаунт ашасыз да өзіңіз жібере саласыз. Ал виза агентствомен тапсырғанда артықшылығы қандай? Бұл жерде де тура олар және осы сайт арқылы тапсырады, бірақ ол жерде арнайы агентство болатын болса, оларда заңгерлер болады. Яғни сіздің атыңыздан тапсырылмайды, ол жерде заңгердің атымен, яғни елшілікке жіберіледі. Бұл жердегі айырмашылығы, егер сізде қандай бір заңгерлік мәселе туындайтын болса, онда сіздің атыңыздан ол заңгерлік, яғни сіздің жұмысыңыз жасайды деген сөз. Бірақ әрине қандай бір қылмыс жасап қойсаңыз, қандай бір заң бұзып қойсаңыз, ғана ол нәрсе жүзеге асады. Ал визаңыз шығып, заңды түрде келіп, заңды түрде шығып жүрген болсаңыз, ешқандай ол жерде айырмашылық жоқ.
Бірақ бұл жерде ең үлкен бір айырмашылық бар. Бұл қандай десеңіз, бұл тәжірибе. Яғни сіз өзіңіз мына жерге кіріп аккаунтыңызды ашып құжаттарыңызды жіберуіңізге болады. Бірақ сіз ол жерде қалай ішіне кіргеннен кейін қандай нені басу керек, қалай құжаттарды тапсыру керек, олардың барлығын білмейсіз. Ал бұрыннан тапсырып жатқан жаңағындай агентстволар немесе жеке тұлғалар, олар көптеген адамдарды тапсырып көрген, отказ алып көрген, жаңа визаны, грантты алып көрген, сондықтан оларда тәжірибе бар. Мысалға сіздің құжатыңызға қарайды да, сіздің құжатыңыз болмайды екен, немесе болады екен, былай істесеңіз мүмкін визаны алып қаласыз, былай алсаңыз отказ болып қалады деген секілді сізге ақыл кеңесін айту мүмкін. Сонымен ғана негізінде айырмашылық бар. Ал былайша өзіңізде кіріп тапсыра аласыз, ана адамға ақшасын беріп те тапсыруыңызға болады. Ол әрине сіздің таңдауыңыз болады. Енді мен агентство жұмыс жасаған тәжірибем арқылы жақында айттым, 10 адамға виза тапсырған болатынмын. Соның бүгін нәтижесін қарап өте қатты қуанып жатырмын. Бірақ бұл біздің бір клиентке ғана шыққан нәтиже. Артында тағы біраз адамдар бар. Сол адамдарға да осындай нәтиже болса екен деп қазір тілеп, үміттеніп отырмын. Енді осындай бір адамдық шыққаннан кейін енді үміттенесің ғой, қалған адамдарға да шығып кетсе екен деп. Одан кейін бір қызық айта кетейін сіздерге. Жалпы мен Австралияға келген кезде Австралия үкіметі өте жеңіл болған. Жаңағыдай бұрын біз ол кезде де мен виза тапсырып жүргем. Ол кезде мысалға 10 адамға біз виза тапсыратын болсақ, оның 9 адамына виза береді, бір адамға мысалға отказ болатын. Содан кейін ол сәтті пайдаланып көптеген адамдар келді. Оның ішінде мен де бармын. Бірақ ол кезде қазақтар өте аз болған. Басқа мемлекеттен, мысалға Монғолиядан, Ресейден, Индиядан, Өзбекстан, Қырғызстан деген секілді солай елдерден көп адамдар келген. Одан кейін қалай болды десеңіз, адамдар тым көбейіп кетті, жұмыс табылмай бастады. Одан кейін Австралия үкіметі визаны жаңағыдай беру талабын күшейтіп тастады. Қазір мысалға 10 адам виза тапсыратын болса, мысалға 2 адамға виза береді, қалғандарына отказ береді. Сондай қылды. Себебі енді квартира да табылмай бастады, жұмыс та табылмай бастады. Жалпы адам тым көбейіп кеткен болатын. Одан кейін қазір 2025-тің аяғы, 26-ның басынан бастап адамдар негізінде азайып қалған құсап сезіледі маған. Себебі қарайтын болсақ, бұрын мысалға жұмыс іздейтін адамдар көп болса, қазір жұмыс берушілер көбейген. Яғни жұмыс жасайтын адамдар аз, жұмыс берушілері көп, және де зарплата ең жоғарғы шегіне жеткен. Мысалға біз бұрын $200, $150 жұмыс жасайтын болсақ, қазір ондай зарплатаға ешкім жұмыс жасамайды. Кемінде $300-350 жұмыс жасайды бір күніне. Сондықтан менің жаңағыдай ішкі ойым, енді менің ойым ғой, сол бұрынғы жаңағыдай Австралия виза беріп жатқан сәтіне қайта оралу мүмкін деген секілді сондай ой туындап жатыр да. Енді егер сондай болып қалатын болса, онда біз осы сәтті пайдаланып қалуымыз керек. Соған орай мен алдында қалған 10 адамның екінші потогын, яғни жасамақшымын. Тәтті түсіп, тура сол сәт құсаған болатын болса, онда біздің барлығымызға виза беріп қалуы мүмкін. Бірақ енді бұл тек қана болжам ғана. Дегенмен, енді біздің тәжірибе бар бұл жерде. Сіздің визаңызды қалай тапсырсақ, виза грантты алуға болатын жайында барлық жұмыстар жасаймыз. Мына адамның визасын біз қалай алған жайында қысқаша сізге айта кетейін. Австралиядан шақырту алу арқылы тапсырған болатынбыз, яғни круиз саяхаты арқылы визаға тапсырдық. Бірақ бұл адамның жаңағыдай көрсеткен қаражаты жақсы болды, жаңа жұмыс анықтамалары, анамналары негізі мықты болған. Сол себептен де тез визасы берілді деп ойлаймын. Егер сіздің де сондай құжаттарыңыз дайын болса, онда сізде де әрине осы адам секілді визаны алуға шансыңыз бар. Егер толық ақпарат алғыңыз келетін болса, төменде мен сілтеме қалдырып қоямын. Сол жерге хабарлассаңыздар болады. Сосын айта кететін жайт, бізде қазір командада 3 адам жұмыс жасаймыз. Қалған 2 адам осы Австралияда тұратын адамдар, олар ағылшын тілінде сөйлейді. Сондықтан мен ғана сіздермен тікелей байланысатын болғандықтан барлық сұрақтарыңызға жауап бере алмай жатуым мүмкін. Енді осы видео арқылы сіздерге толық ақпарат бердім деп ойлаймын. Қалған ақпаратты мына сілтеме арқылы кіріп алсаңыздар болады. Баршаңызға сәттілік, аман сау болыңыздар.